Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бір екі орыс жігітпен сөйлестім осы Астана қаласында. Мынандай әңгіме болды, қызық әңгіме болды. Оказывается, у вас тоже есть, да, нацики дейді. Нацики деген жаңағы Украинада соғысып жатыр ғой. Нацистерді жоямыз, нацистерді қырамыз деп. Соғыстың бар мақсат. Мен осы нацист деген енді адам бөледі, типа орыстарды бауыздап тастап атқан бір терроризмнің бір түріне жатқыздым да. Сөйтсем ол ондай емес екен. Нацик деп бұлардың нацист деп жүрген жаңа біздегі мынау орыс тілін алып тастайық, қазақ тілімен не қылайық, мектептің бәрі жаңа қазақша болсын, осылай болсын деп қазақтың жанашырлары, қазақ тілінің жанашырлары, кезіндегі ата бабалары осы жер үшін жанын берген, өзінің бүкіл бала шағасын құрбан еткен бабаларымыз аманат қып қалдырған тілді ары қарай жалғастырайық деп шырылдап жүрген адамның бәрі нацик екен сонда. Нацик болдық ал, құрметті ағайын. Ну, в чем проблема дейді. Можно же просто кому как удобно на том языке разговаривать деп қояды. Мақыл шешең сыйлайын, удобно болсын. Удобно болып и так сөйлеп жүр бізде, удобно қып шешең сыйлайын. Қазақша неудобно дейді, қазақша сөйлеу маған орысша удобно дейді. Удобно болса мәңгүртсің өзің, балаң орысша оқытып жатсың, ол да мәңгүрт. Ата бабасын, жет атасын білмейді, жет атасын білмеген жетесі, соң қазақ баяғыда айтқан, мен емес айтып жатқан. В общем, ақырында орыстан алады, Қытайға тиеді. В общем, шешесі сыйлай, короче, не мұсылман емес, не кәпір емес, мәңгүрт қой, таза. Солай болып, сондайға баратын нәрсе да ол бара-бараша. Өйткені дінін білмеген, тілін білмеген, өзінің ол сондай болады, ол жетесіз, үлкенді сыйламайтын, сондай бір тәрбиесіз, сондай ұрпақ келеді да. Енді қараңыздар, құрметті ағайындар. Біз орысша сөйлесек, орысша сөйлей беру керек. Бізде мысалы проблема жоқ. Неге орысша сөйлей бермейсіңдер дейді. Өздері неге сөйлей бермейді? Ағылшынша, бүкіл Россия ағылшынша сөйлемейді. Біз өзіміз елде тұрып, өзіміздің тәуелсіз Қазақстанда тұрып, өзіміздің ата бабамыз білектің күшімен, найзаның ұшымен қорғаған жерде жүріп, орысша сөйлеу керекпіз да. Олар өзінің жерінде тұрып, олар тоже орысша сөйлеу керек. Олар ағылшынша сөйлесін, біз орысша сөйлейік. Давай солай келісейік онда. Құрметті ағайын, өзіміздің тілімізді өзіміз құрметтемесек, біздің тілді ешкім құрметтемейді, бұл ешкімге керек емес. Бір тиынға да кезінде ата бабаңды қырған, жойған, аштықпенен қырған, соның тілін мақтан тұтып маған удобно деп сөйлеп жүрген надандар, мен солай айтайыншы. Естерін жиыңдар. Бүкіл бізде элитаның бәрі орысша сөйлейді. Бір бизнес-центрге кірші, қарапайым бизнес-центрге. Бір қазақша сөйлейтін адам табу қиын. Бір-бірімен бүкіл орысша сөйлеседі. Ал біздің қайда кетіп баратқанымызды осыдан ақ көре берсеңдер болады. Бір орыс жігіт айтады маған, я думал, русский язык на втором месте дейді в Казахстане, оказывается, на первом месте дейді. Өйткені көшеде кетіп баратсам, кішкентай баламен әкесі орысша сөйлесіп баратыр. Это же хорошо дейді. Хорошо дедім. Ағайындар, өте ауыр нәрсе. Қазір қиын жағдай болып жатыр. Кеше бір таксист жігіт айтады, екі орыс жігіт, енді рэпер ма бірдеңе, в общем, екі қазақ қызбенен неге кіріп баратыр дейді гостиницаға. Мен ана қыздарға айттым дейді, қыздар қазақтың жігіт табылмады ма деп. Сен ананы танисың ба, кім екенін деп айтты дейді. Жүрегім ауырып, жүрегім езіліп кетті дейді, бір қарындасымды алып кіріп баратқандай болды дейді да. Шешең ағайындар да, қазаққа қазақтың жаны ашмаса, ешкім жаны ашмайды. Есіміз жию керек конкретно. Лағып жүрміз әлі күнге шейін.